Ахмадия мұсылман жамағатының 5 негізгі сенімдері. Ахмади мұсылмандарының бірінші негізгі сенімі жер бетіндегі кез келген басқа мұсылмандыкімен бірдей. Ол исламның 5 тірегі. Атап айтатын болсақ, Құдайдың бір екендігіне иман келтіру, күнделікті 5 уақыт намазды орындау, зекет ретінде қаржылай қайырымдылық жасау, Рамазан айында ораза тұту, және Меккеге қажылыққа бару. Бұлар жер бетіндегі кез келген мұсылман үшін исламның негізгі іргетасы болып табылады. Ахмади мұсылмандарының екінші негізгі сенімі. Бұл қасиетті Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Хатаман набиин, яғни пайғамбарлардың мөрі екендігіне сенуіміз. Біз ол кісі барлық пайғамбарлардың мөрі екендігіне, және ол Құдай тағаланың күллі адамзатқа жіберген соңғы заң әкелуші пайғамбар екендігіне сенеміз. Ол Алланың ең кәміл, ең жақсы пендесі екеніне сенеміз. Ахмади мұсылмандарының үшінші негізгі сенімі. Бұл қасиетті Құранның күллі адамзатқа берілген басты нұсқаулық екендігіне сенуіміз. Біз Құранның ардақты Мұхаммед пайғамбарға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 14 ғасыр бұрын қандай түрде түсірілсе, сондай түрде дәлме-дәл, сөзбе-сөз, үтір нүктесіне дейін сақталғанына сенеміз. Ахмади мұсылмандарының төртінші негізгі сенімі. Бұл уәделенген Мәсіх және имам Мағдиге сенуіміз. Бұған жер бетіндегі мұсылмандардың көп бөлігі де сенеді, және олар Мәсіх пен Мағдидің келуін күтуде. Бірақ осы жерде біздің Ахмади мұсылмандарының артықшылығы бар. Біздің сенуіміз бойынша ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, келеді деп уәде еткен Мәсіх әрі Мағди келіп қойған. Ол Әзіреті Мырза Ғұлам Ахмедтің тұлғасында келді деп санаймыз. Оған Алланың сәлемі болсын. Хадисте ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәсіх Мағдиге пайғамбарлық дәреже бергенді. Біздің сенуіміз бойынша уәделенген Мәсіх Әзіреті Мырза Ғұлам Ахмед исламды қайта жаңғырту үшін және жаратушы мен оның жаратылысының арасында берік байланыс орнату үшін келген. Ахмади мұсылмандарының бесінші негізгі сенімі. Бұл халифатқа, яғни орынбасарлық институтқа сенуіміз. Ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін қалай халифат құрылса, дәл солай уәделенген Мәсіх қайтыс болғаннан кейін халифат орынбасарлық институты құрылған. Алла тағала исламды қайтадан халифатпен жарылқады. Ахмадия халифаты уәделенген Мәсіхтің қайтыс болғаннан кейін құрылып, міне осы күнге шейін 100 жылдан астам өмір сүруде. Қазір біз уәделенген Мәсіхтің 5-ші халифасы Әзіреті Мырза Масрур Ахмедтің заманында өмір сүрудеміз. Ахмадия халифаларының басты миссиясы дүние жүзіне исламның ақиқи, шынайы және бейбітшіл тәлімдерін уағыз етіп таратуды жалғастыра беру. Міне, Ахмадия мұсылман жамағатының 5 негізгі сенімдері осылар.